Досым солай де. Солай. Бұл немеге ресторанға шақырып, немеге әуре болдың, қалдыңнан ақша шығарып. Несіне дос болып жүрміз? Несіне сен осындай ресторанға шақырмасам? Рахмет. Ауылдағылардың бәрі сыйлайды. Рахмет дос. Осындай боласың, білгенмен жақсы оқитын ең. Бүкіл ауылдың абыройсың ғой. Рахмет. Сені біз ана теледидардан көргенде ше, балдарым көрдіңдер ма? Көкіңді көрдің ма? Мен класстасын көрмей оқысаңдар. Сендер де сонда әкім болып жүрсіңдер. Тек мақтанам ғой. Сөйтсем анау келіншегім не дейді десең? Не дейді? Айналайын, сен өйтіп мақтана бермеші. Сен сол класстасың, әкім досың болсын. Bir балаңа жұмыс тауып бермесең, не сол досың? Ол әкім несіне? Келмейсің бе, сен де қызықсың. Сол ана үлкен балаңды білесің ғой. Үйленді. Әскерге барып келді. Не, қандай оқыды? Оқымады. Оқуға болмай қалды. Саудада жүрді, оқуға болмай қалды. Сөйтіп жүргенде үйленді. Соған бір екі қолға бір күрек дегендей. Жоқ, досым, сен қойшы сен де. Екі қолға бір күрек. Досың әкім болып тұрген балаң күрек ұстаймын әне. Қатырасың сен де. Мен өзім қасым алам сен балаңды. Қасым алам. Әкімшілікте жұмыс істейді балаң. Енді бірден зам әкім болмайды енді, бірақ бір бөлімнің бастығы болады. Сосын жай көтеріледі. Зам әкім болады. Сосын бір күні, менің орныма кетіп, мен жоғарыға кетемін. Міне. Зачем ол? Міне дос. Рахмет жасым. Бөлім басшысы болады. Бола ма? Қандай жұмыс, қиын емес па? Қиын ештеңесі жоқ. Азында келеді балаң, 9-дан кешікпесін. 9-да келеді, өзінің бөлімде қызметкерлерді жинап алады да, боқтап, бір-екеуін жұмыстан шығарып жібересің. Сөйтіп секретарын шақырып алады, бері кел деп хатшыны. Кофе алып кел дейді. Сөйтіп кофені ішіп алады да, сонымен қыдырып, кімді алып барып демалады. Сөйтіп үйіне қайта береді. Болды ғой. Байдың аяғында келіп айлығын алып кетеді. Бірден ондай жұмыс болмайды. Ой, рахат жұмыс қой. Басқаша бір жоқ бұл басқаша. Денсаулығы қалай балаң? Бұзылып кетеді оны. Балаң денсаулығы қалай? Жақсы. Жүрегі жақсы ма, жүрегі? Жақсы, неге Ona bir жұмыс беремін. Егер жүрегі шыдаса істесін. Ревизор. Ревизия, тексеру. Анау. Қағаздар бар, ревизор тексеру бар, комиссия келеді. Жүрекке нағыз түседі ғой ау. Жоқ, ол тексермейді десең, ол дайындап қояды барам дегенше. Тек ана білесің ғой, күтіп алатындар қалай қарсы алатынын. Білесің, ревизорды қалай қарсы алатынын? Барғаннан сауна, ара, қыздар, кальян, мынау. Соны көтеріле ма да өзінің жүрегі, балаң? Ыстықпардан мұздай бассейнге кіреді. Мұздай бассейн шатты, бірден ыстықпарға кіреді. Шығады, маған ұрады мына. Ол бәрі біткеннен кейін 5 қыз қасында. Тұршы. Оны көтере алса, кірсін, пожалуйста. Болмайды, бала бұзылып кетеді. Ең қандай жұмыс сен? Қандай жұмыс? Айтып жатырмын саған. Бәрін айтып жатырмын. Қандай жұмыс сен? Қарашым, дос, қараш. Ана төменнен бастаған ең нөлден қиналып. Айлығы Қара жұмыстан ба? қара жұмыс бір. Айлығы бір 40-50-ден аспаса. Одан кейін кешке дейін 8 сағаттық жұмысты 12 сағат жасап, сілікпеш шығып, құлап, квартирадан квартираға кредитін зорға жауып, бір төмен бір көтерілетін жұмыс болса да өмірде. Ол жұмыс болмайды ау сен балаға. Ол үшін жоғары білім керек. Маманы болу керек. Ол үшін 4 жыл жаңағы университет